Тоби Магуайр америкалық кино актері және де продюсер. 2000 жылдары шыққан өрмекші адамдар туралы фильмдер оны әлемдегі ең табысты актерлардың біріне айналдырды. Соңғы жылдары ол экраннан көрінбей кетті, бірақ жақында шыққан өрмекші адам үйге қайтарға жол жоқ фильмінде өрмекші адамның киімін қайта киіп, өз фанаттарын қуантып тастады. Сәлем достар, сіздермен бірге Топ Қазақ арнасы. Бүгін біз сіздерге Тоби Магуайрдың өмірлік жолы туралы айтып беретін боламыз. Тоби Асвинсон Магуайр. Бұл оның толық аты жөні. 1975 жылдың 27 маусымында Калифорния штатының Санта-Моника қаласында дүниеге келеді. Анасы 18 жастағы Венди Браун және 20 жастағы әкесі Винсент Магуайр. Ұлдары дүниеге келгеннен кейін барып үйленеді. Бірақ ұзақ жылға созылмайды. 2 жылдан кейін ажырасып кетеді. Магуайрдың әкесі құрылысшы, әрі аспаз, ал анасы продюсер, әрі сценарист болып жұмыс істемес бұрын хатшы болған. Кейіннен Венди Магуайр тағы да 4 ұл, 1 қызды дүниеге әкеледі. Ал әкесі болса, 1993 жылы банк тонау кезінде сәтсіздікке ұшырап, түрмеге түседі. Ажырасқаннан кейін Венди баласын аздаған жәрдемақымен бағып өсірген. Тоби бала кезінен анасы мен әкесі, апасы мен тәтелерінің үйінде кезек-кезек алмасып өмір сүрген. Әртүрлі мектепте, әртүрлі қалада оқығанымен байланысты досы да аз болған. Тобидің айтуынша, оның балалық шағы эмоционалды қиын уақыт болған. Сол себепті ол жас кезінен өзіне өзі қамқор болып үйренген. Бала кезінде Магуайр әкесіне ұқсап аспаз болып, әлемдегі ең мықты мейрамханалардың бірінде шеф аспаз болуды армандаған. Бірақ анасы оған театралды өнерге түсуге кеңес берген. Тоби болса анасының ұсынысын қабыл алады. 13 жасынан бастап мектебін тастап түрлі жарнамаларға түсе бастайды. Оның алғашқы түсірілімдерінде Макдональдс пен видео ойын ойнайтын қондырғылардың жарнамасы болды. Сосын ол сериалдар мен фильмдерде кішігірім рөлдерге ие бола бастады. 17 жасында ол алғаш рет ұлы Скотт телесериалында басты рөлді иеленеді. Сондай фильмдердің түсірілімінің бірінде тағы бір жас талантты актер Леонардо Ди Каприомен танысып, артынша өте жақсы достарға айналады. Содан кейін екі дос көптеген фильмдерге бірге түседі. 98 жылы Тоби Магуайр Лас-Вегастағы «Қорқыныш пен жеккөрініш» фильмдегі эпизодтық рөл алады. Осы рөл үшін ол шашын тақырлап қырып, басына парик киіп, тіпті қасын бояуға да келіседі. 2000 жылы Магуайр орта білімге сынақ беріп, орта мектепті бітірді деген диплом алады. Оның карьерасындағы ең негізгі рөлді ол 2002 жылға Марвелдің өрмекші адам фильмінде алады. Көбіміз Тобиді осы рөл арқылы танимыз. Актер ешқашанда өрмекші адамның комиксін оқымаған, фильмнің сценарийі ұнағандықтан рөлге келіскенін жасырмады. Рөлге дайындалу үшін Тоби салмақ қосып, бұлшық ет жинаған. 5 ай бойы арнайы диетада отырып, жаттығулар жасап, тауға шығумен айналысып, тіпті йогамен де шұғылданған. Өрмекші адамды сапалы сомдау үшін Тоби Магуайр арнайы жәндіктерді бақылау орталығында да уақыт өткізген. Жалпы құны $139 миллион болған проект. Сол кез үшін адам сенгісіз $114 миллион алғашқы прокаттың өзінде жинаған болатын. Фильм тіпті бірінші күнгі прокатта ең көп қаржы жинаған фильм ретінде Гиннестің рекордтар кітабына да енген. Ал финалдық әлемдік жинаған қаржысы бойынша $800 миллион асып түседі. Ал Магуайр жай жақсы актердан Голливудтың жұлдызына айналып шыға келеді. Сондай-ақ $4 миллион гонорарға ие болады. Бірақ ол мұндай өзіне аударылған назарға дайын болмаған еді. Сол себепті журналистер мен көпшілік ортадан қашатын. Өрмекші адамға арнап $100 мың тұратын бірнеше костюм тігілген болатын. 4-еуі түсірілім кезінде жоғалып кеткен. Мұндай костюмның ішінде болу актерларға өте қиындық тудыратын еді. Тобиге сол киімді кигізіп, сыртынан тіпті тігіп тастайтын болған. Сол себепті актер киімді біреудің көмегінсіз шеше де алмаған. Ал дәретке қысылған кезінде бұл жағдайды одан сайын қиындатқан көрінеді. 2003 жылы Тоби басты рөлді сомдаған «Фаворит» фильмі шығады. Бұл фильмде актердің гонорары елеулі өскені байқалады. $12 миллион. Осы фильмді түсірілімі кезінде Тоби үлкен жарақат алады. Бір жамандықтың бір жақсылығы бар демекші,
Ол сол кезде ювелирлік бұйымдардың дизайнері әрі Universal Studios'ның продюсерінің қызы және де Тобидің болашақ жары Дженнифер Мейерді кездестіреді. 2004 жылы атақты әрі табысты болған Өрмекші адамның жалғасы шығады. Бұл фильмде табысты болып көрсетілімнен $784 миллион жинайды. Ал Магуайр болса өзінің екінші Сатурн жүлдесін алады, ең үздік актер ретінде. Тобидің кинодан басқа бөлек қызығушылығы покер ойнау болатын. Тіпті бір кездері профессионалды покер турнирларына қатысқан болатын. 2006 жылдың сәуірінде Тоби мен Дженнифер Мейердің некелесуі болады. Осы жылдың қысында олардың Руби Свитхарт деген қыздары туылады. Тоби мен Дженнифердің тойы 2007 жылы жабық түрде Гавай аралдарында өтті. Осыдан 2 жылдан кейін отбасында тағы бір бала дүниеге келеді. Отис Тобиас. 2007 жылы Өрмекші адам 3 айнаның ар жағындағы жау фильмінің премьерасы өтеді. $258 миллион бюджетімен әлемдегі ең қымбат кинолардың бірі болады. Сәйкесінше жақсы қаржы жинайды. $375 миллион. Бірақ сыншылардың кері пікіріне де тап болады. Басты рөлдегі актердің гонорары бұл жолы $15 миллион болады. Фильмнің 4-ші бөлімі жоспарланған болатын. Тобидің агенттері Тобиға өте пайдалы ұсыныс тауып берген болатын. Бірақ фильмнің режиссері сценаристермен келісе алмауына байланысты фильм тоқтатылады. Содан кейін Тоби көптеген фильмдер мен сериалдарда ойнайды. Солардың ішінде маған ұнайтыны 2015 жылы шыққан шахмат грайсмастері Бобби Фишердің өмірі туралы баяндайтын Сарбазды құрбан ету фильмі де бар. 2016 жылдың соңында Тоби мен Дженнифер ажырасатындықтары туралы мәлімдеді. Бірақ ресми ажырасу рәсімі тек 2020 жылы болды. Бірақ бұрынғы ерлі-зайыптылар балаларын бірге тәрбиелеп отыр. 2019 жылы Тоби продюсерлік мансабына көбірек көңіл бөле бастады. Здрючные Британи марафон жүгіреді. Үздік жаулар деген фильмдері премьерасы өтеді. Десе де Тобидің актерлықты да тастап кетпегеніне жақында куә болдық. Атақты Спайдермен франшизасында Питер Паркердің рөлін сомдаушы тағы 2 актер, Эндрю Гарфилд пен Том Холландпен бірге Өрмекші адам үйге қайтарға жол жоқ фильмінде қайта Өрмекші адамның киімін киіп, Өрмекші адамның ескі фанаттарын қуантып тастады. Тобидің қазіргі таңдағы капиталы $75 миллион құрайды, және де оның ақш-тың бірнеше қаласында жылжымайтын мүлкі, яғни заманауи әрі зәулім үйлері бар. Шынымен де өздеріңіз қарап көріңіздер, өте әдемі үйлер. Тоби Магуайрдың автопаркі де қарапайым деп айтуға келмейді. Жақсы көліктерден жиналған коллекция. Audi Q5, Tesla Model S, Cadillac Escalade, Mercedes S-Class және де Subaru Outback. Магуайр көпшілік іс-шаралардың ата бермейді, тек қайырымдылық іс-шараларында болып тұрады. Жиналған қаржыны аштықтан қиналушы елдерге беретін покерден өткен турнирге де қатысады. Сондай-ақ бір кезде папарацци Тобидің мүгедектер арбасында отырған үйсізге бургер сатып алып бергенін түсіріп алған болатын. Тобидің түрін көбіне біз әлеуметтік желіде мемдерден көруімізге болады. Актер қазір 46 жаста, және де ол өзінің шынымен де нәтижелі әрі көрнекті карьерасын жалғастырып келеді. Интернетте көпшілік Тобиді үздік өрмекші адам деп жатады. Ал сіз бұл пікірмен келісесіз бе? Өз ойыңызды комментарийге жазып кетіңіздер. Ал бүгінгі видео ұнаса, лайк басып арнаға тіркеліп кетіңіздер. Сіздермен болған Топ Қазақ арнасы. Бізбен бірге топта болыңыздар. Сау болыңыздар.